Икигай – жапондардың ұзақ және бақытты өмір сүру құпиясын ашатын кітап. Бұл кітаптың авторлары Эктор Гарсия мен Франсиск Миралес Жапонияның Окинава аралындағы тұрғындардың өмір сүру салтын зерттеп, олардың ұзақ ғұмыры мен бақыттың сырын білуге тырысты. Икигай дегеніміз не? Икигай жапон тілінен аударғанда өмірдің мәні немесе тіршіліктің себебі дегенді білдіреді. Бұл адамның таңертең оянғанда өмірге құштарлықпен қарап, өз мақсатына жетуге деген ынтасы. Икигай сіздің өміріңізді мағыналы ететін, қуаныш пен қанағат сезімін беретін нәрсе. Кітаптың негізгі идеялары. Ұзақ өмір сүрудің құпиялары. Окинава аралы әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін адамдардың мекені. Авторлар осы аймақтағы тұрғындардың өмір сүру салтын зерттеп, олардың денсаулық пен бақыттың негізін түсіндіреді. Негізгі факторлар: белсенді өмір сүру салты. Арал тұрғындары күнделікті физикалық белсенділікті сақтайды. Бақшада жұмыс істеу, серуендеу, йога. Дұрыс тамақтану, көп көкөністер, жемістер, балық және аз мөлшерде ет тұтыну. Күшті әлеуметтік байланыстар, қоғамдық өмірге белсенді қатысу, достармен және отбасымен уақыт өткізу. Стресстен аулақ болу, жайлы өмір салтын ұстану, медитация және релаксация техникасын қолдану. Икигайды табу. Кітапта икигайды табу үшін 4 негізгі сұраққа жауап беру керек. Бірінші, сіз нені жақсы көресіз? Екінші, сіз неде жақсысыз? Үшінші, әлемге не қажет? Төртінші, сіз не үшін төлем ала аласыз? Осы 4 сұрақтың қиылысында сіздің икигайыңыз жатыр. Ағымда өмір сүру. Жапондар өмірдің әр сәтінен ләззат алуды біледі. Олар ағым күйіне еніп, жұмыс немесе хобби кезінде уақыттың қалай өткенін байқамайды. Қалай қол жеткізуге болады? Өз ісіңізге толықтай назар аударыңыз. Ұсақ түйекке көңіл бөліңіз. Процестен ләззат алыңыз. Тек нәтижеге емес. Шағын топтар мен қауымдастықтардың маңызы. Окинава тұрғындары моаи деп аталатын шағын топтарға бірігеді. Бұл топтар өмір бойы бірге болып, бір-біріне қолдау көрсетеді. Пайдасы: әлеуметтік қолдау стрессті азайтады, қиындықтарды бірге жеңуге көмектеседі, бақыт пен қанағат сезімін арттырады. Стрессті басқару. Ұзақ өмір сүру үшін стресс деңгейін төмендету маңызды. Кітапта жапондардың стрессті басқару тәсілдері баяндалады. Икебана. Гүлдермен жұмыс істеу арқылы релаксация. Чай рәсімі. Шай ішудің арнайы рәсімі. Ол тыныштық пен гармонияны қамтамасыз етеді. Медитация және тыныс алу жаттығулары. Практикалық кеңестер. Бірінші, өз икигайыңызды табыңыз. 4 сұраққа жауап беріп, олардың қиылысында жатқан іс-әрекетті анықтаңыз. Бұл сіздің өміріңізге мағына мен мақсат береді. Белсенді болыңыз. Күнделікті физикалық жаттығулар жасаңыз. Бұл тек денсаулыққа ғана емес, сонымен қатар көңіл күйге де оң әсер етеді. Дұрыс тамақтаныңыз. Рационыңызға көкөністер, жемістер, балық және пайдалы өнімдерді қосыңыз. Артық тамақтанудан аулақ болыңыз. Әлеуметтік байланыстарды нығайтыңыз. Достарыңызбен, отбасыңызбен уақыт өткізіңіз. Қоғамдық іс-шараларға қатысыңыз. Жаңа адамдармен танысыңыз. Стресстен арылыңыз. Медитация, йога немесе басқа релаксация әдістерін қолданыңыз. Табиғатта серуендеңіз. Сүйікті ісіңізбен айналысыңыз. Қорытынды. Икигай кітабы бізге өмірдің мәнін табу арқылы ұзақ және бақытты өмір сүрудің құпияларын ашады. Егер сіз өз икигайыңызды тапсаңыз, әр күнді қуанышпен қарсы алып, өміріңізді мағыналы етесіз. Өз икигайыңызды табуға уақыт бөліңіз. 4 сұраққа жауап беріп, сол бағытта әрекет етіңіз. Есіңізде болсын, икигайыңызды тапқан кезде таңертең оятқышқа емес, өмірге құштарлыққа оянасыз.